біз басымыздағы бір қателікті көбінде бір қателік болып тұрған кезде соны шешпегендіктен әлгі бір қателік шешілмеген, жазылмай жара болып тұрған бір қателік 10 қателікке апарып ұрындырады. Немесе ол балалайды. Өзі бақытсыздықтың балалағаны жаман болады. Бақытсыздық деген нәрсе балаласа, адамның төңірегінен еш жақсылықты көрсетпей, бір қараңғы бөлмеге қамалған мақұлық сияқты жағдайға түсіріп тастайды. Сондықтан ағайын туғандар, басымызға қандай да бір әуелгі сынақ келсе, біз бұл бір Құдайдың жіберген сынағы деп соны дұрыс қарсы алып үйренуіміз керек. Кез келген сынақ келгенде бұл бір Құдай мені сынап жатыр, Құдайдан маған бір сынақ келді деп соған мән беріп қарайтын болсақ, сол кезде біз одан құтылудың жолын іздей бастаймыз. Ал енді сынақ келді демей, Құдай-ай, маған неғып осылай болып қалды екен? Осы маған келгенде ғана неге бұлай болып қалды десек, біз тәуекелді Құдайға жасамаймыз. Бүкіл мәселемізді шешіп беретін Құдайымызға жасамаймыз, өзімізге жасаймыз. Ал адам әлсіз жаратылған. Адам әбігер жаратылған. Адам баласы сондай, қазақ айтады ғой, бір атым Насыбайға өкпелеген деп, немесе бір ауыз сөз көңіліңді көтереді дейді. Кейде бір адамның саған дұрыс сәлем бермей басын изесап өтіп кеткенінің өзі сені бір күн бойы көңіліңді түсіруі мүмкін. Немесе бір адамның саған елпелектеп жүгіріп кеп, көке қалыңыз қалай, ой қарындасым амансың ба, ой бауырым айналайын деген сөзінің өзі сені бір күн гармондарыңды шаттыққа бөліп, сені еңсеңді биіктетіп тұруы мүмкін. Яғни адамды бақытты қылатын, адамның бақытының кілтін тауып беретін жылдар мен айлар емес, сәттер мен мүмкіндіктер. Бір бақытты сәттің батарейкасы оны бір күн бойы шалқытып жүреді. Бір ай бойы аяғын жерге тигізбей қуантып жүреді.